22 жасында қарапайым жүргізуші болып келген Қамқор Жолдасұлы участок басшысы қызметіне дейін көтерілген. Бүгінде отбасылы 2 баланың әкесі, мәнсабы жоғарылап, абыройлы қызметтерге айналған. Күннің ыстығы мен суығында дала кезіп, әртүрлі қиындықты бастан өткерсе де, жұмысым ауыр, қиналдым деп арызын айтпады. Осы Автоваз бөлімінде қазір бөлім басшысы ретінде қызметтемін. 2014 жылдан бері 10 жылдай уақыт өтті. Бұл жұмысқа басында өзім жүргізуші болып қабылдандым. Кейін 3 жылдан кейін бригадир қызметіне отырдым. Бригадир қызметіне тағы да 3 жыл қызмет етіп, кейін бөлім басшысы қызметіне ауыстым. Дәл қазіргі таңда бөлім басшысы қызметіндеміз. Осы қаланың тазалығына, барлық қаланың халыққа жақсы жағдай жасау үшін, қаламыз таза болу үшін еңбек етіп, артына тырысып жатырмыз.